Екінші түн. Ей ұлы бақытты патша, деп сөз бастады Шахризада. Киік жетектеген кісі, ей диюлардың патшасы депті диюға. Мен малшыға бұл тайыншадан басқа тағы бір семіз тайынша әкел деп бұйырдым. Малшы көп уақыттан кейін еті семіз тайыншадан мұнан семізін таппадым деп сол тайыншаны қайта әкелді. Менің оны союға батылым бармады. Құрбандық шалмасам да ол тайыншаны соймауға бекіндім. Малшыға апарып малға қос деп қайтарып жіберіп өзім үйіме кеттім. Ертеңінде ертемен ел ұйқыдан тұрмай жатып, малшы маған мынадай сүйінішті хабар жеткізді. Менің бір бойжетіп қалған жалғыз қызым бар еді. Жас кезінде бір сиқыршы кемпірден көп сиқырлар үйренген еді. Ол кеше сіз құрбанға шалмай малға қос деген тайшаңызды үйге жетектеп апарып, кеш болған соң ертең малға қосармын деп есік алдына байласам, сол қызым бетін басып ұялды. Мен қызыма, менен ұяласың ба балам, дедім. Қызым, жоқ әке, сізден ұялып тұрғаным жоқ. Мынау әкеліп байлап қойғаныңыз тайынша емес, адам. Осыдан ұялдым. Мұндай бір бозбаланы үйге әкелуіңізге сізге ұят емес пе? Дедім. Мен ол тайынша дедім. Сіздің бір сиыр бауыздап, ол арық болып, қайтадан мал тап дегенде мен бұл тайыншаны 2 рет апарғанымды түгел айттым. Қызым естіп, ой әкеу, бұл тайынша емес еді, адам болатын. Кешегі сізге келіп кеткен саудагердің баласы еді. Мұны өгей шешесі сиқырмен өзін тайынша, шешесін сиыр қылған. Мен оны көптен білетін едім. Бірақ әкесі келген соң тиісті шарт бойынша келісіп, қайта адамды қалпына түсірем деп жүруші едім. Маған бұрынырақ кездеспей, анасын өлтіріп алғанымда қарашы. Алда бейшарай, бұл кеше сіз сойғалы апарғанда әкесін таныған ғой. Аяғын иіскеп жылағаны, шешесін құрбанға шалғанын біліп еді, әкесіне шаққаны ғой. Сиқырмен тілі байланған бейшара, деді. Мен малшыдан осыны естігенде, ей диюлардың патшасы, өзімнің қандай халге түскенімді тілмен айтып жеткізе алмаймын. Ақыл естен айырылып есімнен тандым. Бұл хабар менің жүрегімді жарғандай қуантты да, қайғыға батырып жылатты да. Анасын қолымнан бауыздатқаным қабырғама қатты батты. Өткен іс орнына келеме, амалым қанша. Малшыға еріп үйіне бардым. Оның қызы маған сәлем беріп, қолымды сүйді. Сөйтіп өзі шетірек орынға барып отырды. Мен тайыншаның қасына бардым. Ол мені көрісімен алдыма келіп, көзінен жасы сорғалап, аяғыма оралды. Малшының қызынан бұл уақиғаны жайын сұрадым. Қыз, сіздің балаңыз екені анық. Мұның шешесін кеше көз алдыңызда бауыздатқыздыңыз. Мен де бұл уақиғаны кейін біліп қалып отырмын, деді. Мұны адам қалпына түсіру шарасы бар ма деп сұрадым қыздан. Егер, деді малшының қызы күлімсіреп, менің сізден сұралатын тілектерім қабыл болса, баланың адам қалпына түсуі оңай. Егер адам қалпына түсірсеңіз, қанша дүние сұрасаңыз да берейін, дедім қызға. Қыз, менің ешбір дүниеге мұқтаждығым жоқ. Менің тілегім, балаңыз адам қалпына түскен соң, екеумізді некелеп қоссаңыз болды. Екінші, мұны сиқырмен тайынша қылған өгей шешесі сиқырмен басқа бір түске кіргізем. Дұшпанға дұшпанша қарамаған адам баласына дүниеде тіршілік ету өте қиын болады. Мен бұл тілекті сөз айтпай қабыл еттім. Қыз бұл уәдемді алғаннан кейін бір леген суды құйды да оған бір дұға оқыды. Тайыншаның үстіне шашты. Сол сағатта адам суретіне қайта кірді. Жалғыз баламды құшағыма алып, жүз көзінен сүйіп, аталық мейірімді қандырдым. Малшының қызын некелеп, балама қостым. Қыз немере ағамның қызы сиқыршы қатынымды сиқырмен киік суретіне енгізді. Бұл әйел киік суретті болса да, жалғыз балама залалы тиер деген қорқынышпен далаға жіберуден қорықтым. Қандай сапарға шықсам да, жанымнан қалдырмай жетелеп жүретін болдым. Бір ұзақ сапарға шығып бара жатқанда, сіздің саудагерді өлтіргелі тұрған бұл уақиғаңызға тап болдым. Балаңызды байқамай өлтіріп, сізді өлім жазасын беруіңізге лайық болған саудагердің 1/3 қанын кешу үшін өмір бойы ішімде сақтаған, ешкімге айтпаған сырымды шештім. Бұл әңгімені сол мен тілек еткен өлуші кісінің 1/3 қанына тұрарлық десеңіз, тілегімді берерсіз. Тұрмайды десеңіз, оны өзіңіз білерсіз. Мен әңгімемді аяқтадым.
Жетектеген киігімнің жайы осы, деді әңгіме айтушы. Тыңдаушы үш адам диюдың жауабы не болар екен десіп, бетіне қарап ауыр күрсіністі. Әңгімеге үйіп көзін жалғыз ағаштың түбіне қадап отырған дию, бұл әңгіме менің естімеген бір қызық әңгімем болды. Мұны айтқаның үшін 3/1 қамын кештім, деді дию. Бұл диюдың аузынан осы сөздің шығуымен екі аңшы ит жетектеген жолаушы тұрып, ей диюлардың патшасы, мен мына жетектеген екі итімнің уақиғасын айтып берейін. Бұл да өте қызықты әңгіме. Егер көңіліңізге ұнаса, саудагердің 3/1 қамын кешіңіз, деді. Дию ойланып біраз отырды да, егер айтылатын әңгімең мынаныкіндей қызық болса, тілегіңді берейін. Жаман әңгімеге қан түгіл жарты тамшы су да бермеймін, деді. Көңіліңізге ұнамаса, мен де қолқа салмай-ақ қояйын, деді. Әңгімесіне сенген аңшы. Аңшының әңгімесі. Уақиға мынадай, диюлардың патшасы. Бұл аңшы иттердің екеуі де менің бірге туған ағаларым, деді. Қабағы шытылып, жай қалпы өзгеріп, жетектеген иттерінің бетіне қарап жолаушы. Біз бір әкеден туған 3 ағайынды жігіт едік. Әкеміз бір қаладағы атақты саудагер еді. Бәріміз ер жетіп, оң солымызды таныған кезде әкем марқұм дүниеден қайтыс болды. Әкемізден 3000 алтын бізге мирас қалды. Үшеуміз теңдей бөліп, еншімізге тигенін алдық. Енші алған соң қарап отыра алмадық. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны аларсың деген емес пе? Сауда қылудың әрекетінде болдық. Екі ағам тиген 2000 алтынын жұмсап, көп дүние алып бір сапарға шықты. Мен сапарға шығуды қойып, бір дүкен аштым да, қалада отырып ұсақ-түйектен бастап сауда істей бердім. Бірнеше күндер өткенде сапаршы ағаларым қайта келді. Қолында көк тиын қаржы қалмаған, шаш етектен зиянға ұшыраса керек. Имам Мағзұм жар болып, менің саудам судай тасып келе жатыр еді. Бірге алған затымды 5-ке сатушы едім. Қолым жүріп тұрған кезде ағаларымды қайыршы атандырып қоя алмадым. Бір дүкен орнатып, 1000 алтындық зат салып беріп саудаға отырғыздым. Бұлар бірнеше күн сауда қылды. Таңдайы күйген үріп ішер деп, қолдарындағы дүниесін құрта қоймады. Бірақ күрделі істеген пайдасы да шамалы болды. Күндердің күнінде ағаларым маған келіп, ұзақ қалаларға сапарға шығайық інім. Әкеміз марқұм көп дүниеге, күрделі пайдаға сапарға шыққанда ие болып қайтатын еді ғой. Жүрген аяққа жүрге мілінеді. Ағайынды үшеуміз жүріп, үнді, Рим, Паран, Шам, Иран, Тұран, Түркістанға шейін баралық, деді. Мен жолаушы жүруді қаламадым. Ағаларыма алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп қалада отырып ақ аз пайда істеп отырғаным жоқ. Сіздер де тіл алсаңыздар, ұзақ сапарды қойып, саудамызды осында отырып, оқыптап істей беріңіздер. Әкеміз марқұм ағаш бір жерде тұрып көгереді деп көп айтушы еді, дедім. Ағаларым бұл ақылымды қабыл етіп, 6 жыл қалада сауда істедік. Сауда деген шөп жемейтін сауын сиыр емес пе? Жиналып қалған дүниең болса, елдің тапшылық күндері келгенде қандай тамаша өтеді. Сондай жылдар 2-3 рет кездесе себеп болады. Мен 6 жылда кірісімді есептесем, тек қана алтыным 6000-ға жеткен екен. Басқа сауда мүліктерім қаншама. Маған мұндай ой түсті. 3000 алтынымды жерге көміп, 3000-ын ағаларымды ертіп сапарға шығайын дедім. 2 ағамды шақырып алып сапарға шығатынымызды айттым. Бұлар өте қуанышпен қабыл алды. Көп сауда дүниесін алып, кемеге отырып жүріп кеттік. Бір ай теңіз бетінде жүзіп отырып, бір шаһарға барып, барлық сататын заттарымызды саттық. Есебін санап жеткісіз қыруар пайданың астында қалдық. Ол қаладан тағы бірнеше дүние алып, екінші қалаға кемемен жүрмек болдық. Уа шіркін, дүние кісінің көзі тояма. Кемеге мінгелі жатқанда теңіз жиегінен бір қызға ұшыраса кеттім. Қыз болғанда несін айтасың? Гүлдей жайнап, күндей нұрланып тұрған бір зат. Көрген сағатта жүрегіме махаббаты шоқтай басылды. Шыдамым да кетті. Қызға бірден барып жабыспасам да, жан-жағын сипай өтіп, айналақтап алдын орай бердім. Байқаймын, қыздың да кетәрі дейтін құлқы жоқ. Қыздың үстіндегі киімі тозыңқы,
алыс жолдан азап шегіп келе жатқандай, саудагердің орайы ісі осындай кісілерден көп ыңғайласады. Менің айналақтап шыға алмай тұрғанымды қыз сезді де: «Сіз маған бір жәрдем етуге уақытыңыз болар ма екен, мырза?» деді. Отқа түсе алмай тұрған көбелектей менде не тоқтау болсын. Мал жаным сіздің жолыңызда сарп болса, менің арманым болмас еді, дедім. Болғаны сол-ақ екен, қыз жұлып алғандай. Олай болса мені некелеп әйелдікке қабыл етіңіз, өзіңізбен бірге еліңізге алып кетіңіз, дедім. Құдай-ау, менің айта алмай тығылып тұрғанымның өзі сол емес пе? Мен қызды ертіп келіп, үлдемен бүлдеге орап киіндірдім. Кеменің оңашалау бір шетінен орын алып, сол қыздың ләззатты ойын күлкісімен таңның атқанын, күннің батқанын білмей, кеме ішінде жүре бердім. Бұл қызығыма сүйінгенім сондай, жай жүрген кеменің жүрісі де ішімді пысырмады. Тіпті әйелсіз өткізген өміріме өкіндім. Бірақ маған соншалық қызық болса да, бұл менің қуанышым екі ағама реніш болыпты. Оларға бұл қызығым шоқтай болып басылса керек. Менің жолдан тауып алған қатыныма да, қыруар көп дүниеме де қызығып іштері күйіпті. Ретін тапса мені құртып, қатын мен малды өздері алмақ болыпты. Мен оны сезгенім жоқ. Қараңғы түннің бір еді. Мен сұлу қыздың жылы қойнында денем балқыған ұйқыда едім. Екеумізді көрпеге ораған бойымен суға атыпты да жіберіпті бұл ағаларым. Суға барқырап, тұмсығым көмілген кезде біреудің көтеріп алып ұшқанын сездім. Ұзамай бір жазық сақараға әкеп бетімді ашты. Қарасам көтеріп ұшқан қасымдағы қатыным екен. Ол тілге келмеді. Қайтадан құстай ұшып ғайып болып кетті. Көп уақыт өтпей-ақ қайтадан жаныма келді. Маған мынаны айтты: «Мен сен ұстаған дінге кірген перінің патшасының қызы едім. Дүниені тамаша етіп ұшып жүргенімде сені көрдім. Көрісімен сенің ғашық отың жүрегіме жабысқан болатын. Теңіз жағасында саған адам суретінде болып кездестім. Сенің махаббатыңның қаншылық екенін сынағалы жоқ кісі кейпінде болған едім. Оның себебі ер әйелді сүйгенде түрлі жағдайда сүйеді. Бірі жүрегім беріп шын сүйеді. Өмірі өзі өлгенше тәтті тұрмысты болады. Екіншісі жетерлікті дүниесі болса, жарқыраған киімі, жайнаған үйі болса, соған қызығып қосылады. Ол дүниелер тозған күні оның сүйіспеншілігі де тоза бастайды. Үшіншісі, еркек далада көп жүріп, әйелді өте сағынады. Көзі қарауытып басы айналады. Ондай кезде көзіне көрінген әйелдің бәрін де сүйеді. Қандай да болса, сені сүйдім, сені сүюдемін деп басқа сөз аузына түспейді. Алдағы уақытының ұзын қысқасына қарамай қосыла кетеді. Оның ақыры кейде баянды, кейде баянсыз болып шығады. Төртіншісі, кездескен жерде сүю. Кездесіп болған соң сүймей қалу. Мен осының қайсы болар екенмін деп сені сынадым. Сен шын сүйетін кісі болып шықтың. Енді мен саған өмірлік жолдас болам. Енді саған қастық ойлаған екі ағаңды өлтірмей қоймаймын. Қазір өлтірем, деді. Мені бұл сөз өте таңырқатты, өте қайғыртты. Қызға өтініш ете бастадым. Қанша қастық етсе де менімен бірге туды деген аты бар еді. Қанды қалпақ кисе де қиыспайды туысқан деген. Бұларды өлтіре көрмеңіз, дедім. Ол біраз ойланып тұрды да мені көтеріп ұшып үйіме алып келді. Үйімде байлаулы тұрған екі аңшы итті көрдім. Мені көргенде қыңсылап, аяғыма оралып, көздері жаутаңдап, жастарын төкті. Мен не екенін білмей қайран қалдым. Қыз маған мынаны айтты: «Сен бұған таңырқанып, ақылыңды тауыспа. Бұл байлаулы тұрған иттер сенің екі ағаң. Сені судан шығарып алып қайтадан бұларға барған едім. Перілерден шақыртқан қасымдағы көп әскеріме бұйырып, дүниелерің мен екі ағаңды алып келтіргем. Екі ағаңа иттен жаман істеген істері үшін дуа оқып, 10 жылға ит қылып қойдым. Дуаны қайтып алуға болмайтын тұжырымда еді. Қалайда 10 жылсыз бұл екеуі адам болып қалпына келмейді, деді. Жағдайға әбден көзім жеткен соң 10 жылға шейін мен де отырмаймын деп ант іштім. Екеуіне дүниенің жақсы жаманын көрсете беру үшін жетектеп қыдырумен келем. Сапарым осы сахараға түсіп, мына саудагердің өлімінің үстінен шығып отырмын. Егер бұл әңгіме көңіліңізге ұнаса, 3-тен 1 қаным маған да кешерсіз. Адам жазалының бәрін өлтіре бермейді. Кешірім көп болады. Жазалы кісілер өне бойы
жамандық істемейді, түзеліп жақсы болады деп аңшы ит жетектеген кісі сөзін бітірді. Дию да әңгімені ұнатып, уәде бойынша 1/3 қанын кешті. Саудагердің басында тұрған өлімнің 2/3-сіне Дию қызық әңгімеге айырбастады. Аллай, енді бір сұраушы болса, өмірдің сәулесі елестеуге айналды-ау. Қашыр мінгенде де бір нәрсе болғайда, деп өлім күткен саудагер тілеу тіледі. Сөйтіп, төгілетін қанның 1/3 қалды, деді Шахризада. Таң атып, сөз айтуда тоқтатылды. Әңгіме бүгінде аяқталмаған соң, патша Шахризаданың өлімін де ертеңге қалдырды.